Сәлем достар, қайырлы күн. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен әр күні әр түрлі рецептпен бөлісетін боламын. Бүгін сіздермен оңай, әрі тез, жұмсақ дайындалатын пиццамен бөлісетін боламын. Балдарыңызға ұнайды деген ойдамын. Ол үшін бізге 4 ас қасық майонез, 4 ас қасық қаймақ, 2 жұмыртқа, 0,5 қасық тұз, 0,5 қасық разрыхлитель, 9 ас қасық ұн араластырып, дайын болған массамызды пергаментті бумагаға жайып, әдемілеп жайып аламыз. Қатты жұқа да болмау керек, қалың да болмау керек, орташа күйде жаясыздар. Дайын болған қамырымызды молочный девочканың қамыры сияқты жайып аламыз. Үстіне кетчуп құямыз. Одан кейін сырымызды жайғастырамыз. Одан кейін помидорларымызды жайғастырып, колбасамызды жайғастырып, 180 градуста 30 минутта пісіріп аламыз.